Рахымжан Қошқарбаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Абылханова Сашида Касеновна. Мен өз іс тәжірибемде қолданып жүрген тиімді әдістердің бірі кроссенс. Кроссенс сөзі мағыналардың қиылысуы, пайымдаулар қиылысы, сөздер қиылысы деген мағынаны білдіреді. Кроссенс кескіндер мен суреттердің өзара байланысы арқылы құрылған. Ассоциациялық тізбек, біртұтас әңгіме, 9 сурет тор көздерге орналастырылады. Олардың әрқайсысы алдыңғы және өзінен кейін тұрған суреттермен логикалық байланысты болады. Ал ортасындағы мағынасы жағынан барлығын бір арнаға тоғыстырады. Суреттердің өзара байланысы, мағынасы жағынан оқиғаның, құбылыстың дамуын білдіруі мүмкін. Кроссенстің жоғарыдан төмен және солдан оңға қарай оқу, сосын алға жылжи отырып ортасындағы 5 торкөзді тұрған суретпен аяқтау қажет. Оқыған кезде қай суреттің мағынасы түсінікті, содан бастап шеше беруге болады. Әдетте тор көздердегі байланыс былайша құрылады. 1 мен 2, 2 мен 3, 3 пен 6, 6 мен 9, 9 пен 8, 8 пен 7. Сондай орталық тор көзбен мына тор көздер байланысуы да ықтимал. 2 мен 5, 6 мен 5, 8 пен 5 және 4 пен 5. Ал кроссенсті сабақта қолданылуда жаңа материалдарды оқып, үйрену, сабақ тақырыбын анықтауда, жағдаятты шешуде, оқу материалды бекіту, қорытындылауда, шығармашылық жұмыс берілгенде қолданамын. Кроссенс құру алгоритмі тақырыпты, жалпы идеяны анықтайды, идеяның мағынасын ашатын, суреттер іздеу, іріктеу. Идеяға тақырыпқа қатысты 9 элементті көрсету, элементтер арасындағы байланысты табу, реттілігін анықтау, бір элементтегі негізгі орталық ойды шоғырландыру, әр элементтің ерекше белгілерін танып білу. Мен сіздермен дәл осы әдісті су тіршілік көзі атты тақырыбындағы сабағымен бөлісемін. Бірінші сурет пен екінші суреттің байланысы қармақ пен балық аулайды. Екінші сурет пен үшінші суреттің байланысы балықшылар балықты аулайды. Үшінші сурет пен алтыншы суреттің байланысы балықшылар күннің бұлттануына байланысты жаңбырдың астында қалады. Алтыншы сурет пен тоғызыншы суреттің байланысы жауған жаңбырдан қорғанып қолшатырды қолданады. Тоғызыншы сурет пен сегізінші суреттің байланысы жауған жаңбырдан жеміс-жидек үлкен өнім береді. Сегізінші сурет пен жетінші суреттің байланысы табиғи өнімнен пайдалы шырын аламыз. Жетінші сурет пен төртінші суреттің байланысы дәмді шырындардан көптеген дәрумендер ағзамызға пайдалы екен. Ал төртінші сурет пен бесінші суреттің байланысы осы дәрумендер қандай жолмен ағзамызға түседі? Әрине, су арқылы түседі. Адам өмірінде орасан зор рөл атқаратын ең маңызды тіршілік көзі су екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.